Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Адам есейген сайын түрлі сұрқия сұмдықтарды көріп, естіп есейе түседі екен. Адам өзі есейу ойында болмаса да, айналасындағы болып жатқан жайттар адамды еріксіз есейтеді екен. Соңғы кездер осы жөнінде көп ойланып жүрмін. Өте ерке едім. Қазір айналама құрқақтай қарайтын болдым. Әке-шешемнің 3 ұлдан кейінгі кенжесі әрі жалғыз қызы болғандықтан ерке болуым да заңды көрінетін. 2 жыл бұрын Алматы қаласындағы жоның біріне оқуға түскен соң қалаға келіп, папамның кіші қарындасының қолында тұра бастадым. Негізі мектеп бітірген соң үйден ұзақ шығу қиын екен. Алғашқы кездері қаланың өміріне жантасына қарағанымен уақыт өте үйренісе бастадым. Басында жатақханаға жатуға тырысқанмен әпкемнің қарындасы қиылып сұраған соң сол үйде жатуға келісімді бердім. Анамды да осы үйде жатасың, көп алаңдаймыз, өздері үшін тамақ істейді, қарның да тоқ болады деп, оның да өтініші қимадым. Бірақ соңғы кездері жездемнің іс-әрекеттері мені ойландырып жүр. Бұрын тек әзілдеп қана тиісетін жездем соңғы кездері ойнаған болып, әр жерімді ұстап қалуға тырысатынын байқап жүрмін. Өткенде теледидардан әншілердің бейнеклипі көрсетіліп жатыр еді. Мына әнге билеу керек қой деп келіп отырған орнымнан биге шақырды. Мен өз табиғатымнан тұйықта қызбын. Қашқақтап тартынғанымды көріп, өзіне қарай тартып, әпкемнің көзі ала бере омырау тұсымнан қысып қалғанда көзімнен жас ыршып кетті. Дәрі бөлмеме жүгіріп кіріп кеттім. Әпкем кешкі тамақтың құрамын турап жатқан ештеңе байқамады. Қанша айтуға оқталсам да, араларында түскендей болмайын деп іштей тындым. Бірақ сол оқиғадан кейін жездемнен мүлдем қашық жүретін болдым. Оңаша қалмайтын да болдым. Бірдеңе сұраса, қабағымды түйіңкіреп жауап беретін болдым. Бірақ оған жездемнің айылын жиятын түрі байқалмайды. Қашан қарасаң, жедесініп, көзіммен ішіп жеп отырғаны. Қазақи салт пен ойын шығары деп де ойлағанмын, бірақ оңашадан ойыны қозып шыға келетінін, әр қол жүргізіп келетінін байқалғаны үрейленіп алдым. Енді жақында әпкем екеуміз үйдегі моншада жуынып жатып, әпкеме асығып менен бұрын шығып кетті. Кетіп бара жатып салқын судың азайғанын, қалғанын құйғызатынын айта кетті. Ойымда ештеңе жоқ, жуынып жатқан салқын су құйылатынын, бөшкеге сыртқы қақпақтан су құйылып жатқанын естідім. Одан әрі жуына бердім. Bir кезде моншаның жуынатын бөлмесіне шығып, киінетін бөлмесінде отырғанымда жартысы үшін қалдырылған терезе тұсынан біреудің қараңғы өтіп кеткенін байқап қалдым. Жайымен терезеге таңқалып сығалағанымда жездемнің терезе тұсында сығалап тұрғанын байқап қалдым. Шыңғырып жібергенімді байқап, жездем қаша жөнелді. Содан бері тіпті үрейленіп алдым. Әпкем үйде жоқ болса, әр нәрсені сылтаулатып, мен де үйде қаша жөнелетінмін. Келер жылы 3-ші курс. Келер оқу жылынан бастап қалайда жатақханадан бөлме алам, немесе қыздармен бірігіп пәтер жалдаймын деп отырмын. Енді қалған 1-2 айға шыдасам, кетем ғой деп көзімді жуатып қоямын. Бірақ туыс адамдардың арасында бұндай болғаны ыңғайсыз екен. Келешекте бәрібір бет көрсететін адамдар болған соң қиналып кетем. Жездемнің өрескел әрекеттерінен ыңғайсызданамын. Жақыныңнан үрейленген кәдімгідей адам бойына қорқыныш ұялатады екен. Бірақ жездемнің әрекеттері кәдімгідей үрейлендіреді. Өткенде әпкем базарға барып келейін деп баласын тастап кетпекші болып еді, баланы мен көтеріп жүрейінші деп еріп алдым. Өйткені сол күні жездем үйде еді. Қазіргі жағдайым осы. Кейде әпкем келсін деп сабақтан шығып алып, ол үйде болмаса, көшек кезіп үйге қайтпай жүремін. Кейде өзімді сабырға шақырғандай боламын. Бірақ ішкі үрейімді жеңе алар емеспін. Әпкемнің ойында ештеңе жоқ. Іш же деп салдырап әңгімесін айтып отырады. Тек жездемнің қылықтарын ренжіп жүрмін. Ашықтан ашық әңгімеге шақырып, мынауыңыз не деуге тағы ыңғайсызданамын. Анам да айтуға бата алмаймын. Бірақ мына жағдай басымды қатырып жіберді. Айтыңыздаршы, менің үрейленгендей жөнім бар ма? Міне, құрметті оқырмандар,
Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.